Ассалаумағалейкум қазақ елі, құрметті жастар, көтеретін тақырыбымыз бұл денсаулық құбыланың ішіндегі айтылатын мәселе. Бұл біздің 4 құбыламыз ішіндегі 3-ші бөлімі, бұл денсаулық мәселесі. Жалпы спортпен айналысым келеді, қызғамын, жақсы көрем, бірақ әттең сол еш бастай алмай жүрем. Еш соның бір сәті келмей жатады, соның жолын айтсаңыз деген мағынада осындай сұрақ келген екен. Құрметті жастар, айтарымыз, негізі бұл спорт деген мәселе, мынау қазақ айтады ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолын ізде. Сіз біліңіз, бұл спортпен айналыспайтын болсаңыз, сіздің денсаулығыңыз онда басқа жаққа қарап кетіп жатыр. Мысалға, бір отбасы құрған кісі болсаңыз, отбасында ол ер азамат. Сол ер азамат мынау пойыз жолында кетіп баратқан, темір жолда кетіп баратқан басындағы паровоз дейміз, ең басында кетіп баратқан. Сол сіз деп айтайық. Артындағы вагондарыңыз, ол сіздің бала-шағаңыз, ол сіздің мынау жұмыстарыңыз, жобаларыңыз, кәсібіңіз, сізге қатысты нәрсенің бәрі сіздің артыңызда тұр. Енді сол артындағы вагондарға көңіл бөлесіз, отбасыға көңіл бөлесіз, жұмысқа көңіл бөлесіз, анаған көңіл бөлесіз, мынаған көңіл бөлесіз. Әрине солай болу керек негізінде, ақиқатында. Ал бірақ сол басында кетіп баратқан, сол анау бәрін сүйреп бара жатқан тепловоз дейміз, паровоз дейміз. Соған көңіл бөлме ол қиянат. Неге? Өйткені сол паровоз тоқтаған күні вагондардың бәрі тоқтайды. Мүмкін емес та, ол артында қанша сіз әдемілеп оған көңіл бөлгеніңіз, бірақ алдында өзіңізге көңіл бөлмеуіңіз, сіздің жобаларыңыз, сіздің артыңызға келатқан бала-шағаңыз бәрі сізге қарап отыр. Сол үшін бұл күнделікті бізге ауа, су қаншалықты қажет болса, дәл сол секілді біз денсаулығымызға қарап, спортпен шұғылданып, қарап жүру, одан да маңызды. Және сол спортты бастау үшін де біз күнделікті тұтынып жатқан азығымызға, ішіп жатқан сусынға да қатты мән беріңіздер. Өйткені оның бәрі бір-біріне қатысты мәселе, міндетті түрде бір-біріне әсер етеді. Мысалға айтатын болсақ, сіздің қымбат көлігіңіз бар, қымбат көлігіңізге кемінде 95 бензин құюыңыз мүмкін. Мүмкін соңғы ақшаңыз болуы мүмкін, сол соңғы ақшаңа да 95 құясың да. 92 неге құймайсың десе, енді көлігің қымбат, сол үшін оның запчастары қымбат, 95 құйса мен көлігім жақсы жүреді деп айтып жатасыздар. Ал дұрыс жасап жатсыз, көлігіңіз қымбат, дұрыс жасап жатсыз, 95 бензин құйғаныңыз жақсы, бірақ айтарым, соның ішінде отырған сіз одан да қымбатсыз. Яғни көлік ішіндегі жүргізуші болып жатқан сіз одан да қымбатсыз. Сізді денсаулығыңызға енді арзан бензин құюға болмайды. Жаңағыдай энергетикалық напитка ішуге болмайды, есірткі қолдануға болмайды. Неге? Бұның бәрі денсаулықтың басында сіз сұрап тұрған спорт қалып бармайды бұл нәрсені ешқайсысы. Неге? Өйткені спортта бұл жаңағыдай жаман ішімдіктерден, есірткілерден тазарған адамдар ғана спортқа организм сұрап тұрады. Ал жаңағыдай дұрыс емес нәрсені организмге үйреніп алса, ол спортты жек көреді. Бәлкім нәпсінің қалауымен дұрыс емес нәрсені сұрай береді, соны беру арқылы біліңіз денсаулықтан айырылып жатсыз. Сол үшін біліңіз, жаңа айтқанда бұл денсаулық спорт, бұл жаңа айтқанда күнделікті менің қажеттілігім, менің артымдағы бала-шағама, менің өміріме мен жауапкермін, бәрі маған қарап отыр. Сол үшін мен қалай да болсын күнделікті мен өзіме спортпен шұғылдану арқылы мән беруім керек деген нәрсені ұстануым керек. Жалпы Ибн Сина деген ғалым айтады, күнделікті сол денсаулыққа қатысты жаттығуларды жасап жүрген адам дейді, дәрігерлерге пысқырып та қарамайды дейді өзінің сөзінде. Яғни дәрігерлерге бары мұқтаж болып жүрген адамдар кім десеңіз, бүгін спортпен сондай шұғылданбай жүрген адамдар болашақта міндетті түрде олар барады соның алдына, дәрігерлердің алдына. Дәрігердің алдына көбінесе адамдар ешқандай вариант қалмаған кезде ғана барады. Олар не кеседі бірдеңені, нені алып тастап жатады, ота жасап жатады, басқа. Құдай бетін аулақ етсін. Сол үшін соған барғыңыз келмесе, демек бүгіннен бастап кәдімгідей жаңа айтқандай өзіңіздің денсаулығыңызға, спортқа мән беру керек екенін түсініңіз. Және сол спортты бастау енді қиын болып тұр деген сұрақтың аясында кетіп жатырмыз. Айтпаймыз, бірден қазір залға барып алып, бәрін істе деп айтпаймыз. Бұны Пайғамбар алейхиссалам хадисінде айтады. Аз мөлшерде болса да, бірақ тұрақты, күніге жалғасымды істеген амалдарымды Алла жақсы көреді дейді. Күніге 5 минут кішкене жүруді үйреніңіз, 5 минут. Кейін бір 2 жеттен кейін 10 минут жүре алатын боласыз.
тағы бір 2 жетіден кейін бір 20 минут кәдімгідей жүре алатындай деңгейге жетесі, осылай. Міне аз мөлшерден, бірақ тұрақты түрде күніге жасай берген кезде адам үйренеді. Мысалы, мынандай сұрақ бар. Рамазан айындағы ораза не үшін 30 күн дейді? Неге 20 күн емес, неге 10 күн емес? Бұл 30 деген осы сан қайдан алынған дейді? Оны ғалымдар айтады. 30 күн деп тұрғаны, мынау адам, дене бітіміміз, организм деп айтамыз. 30 күнде толық осы неге сіңеді екен. Толық 30 күнге толтырған кезде. Не нәрсеге? Яғни нәпсісін толықты тежеп, сабырлы болуға адам организм толық үйрену үшін 30 күн болу керек деп айтқан. Дәл сол секілді сіз жаңағы аз мөлшердегі жаттығуыңызды турниктен бастайсыз ба, отжимания ма, білмеймін қандай. Өзіңізге қай жол, сол жаттығу өзіңізге ыңғайлы, ұнайды, бірақ аз мөлшерде бастаңыз. Аз мөлшерде. Көп істеп қойып, 2 ай, 3 ай жоламай кетпестен, аз мөлшерде, бірақ күніге, тұрақты түрде. Құдай қаласа деп айтайық, 1 жылдан кейін, келесі жылы сіз сол жаттығуға тағы бірнеше жаттығу қосып алғасыз, кәдімгідей үлкен деңгейде кетіп баратқан бір сондай адамға айналасыз. Сол себепті демек, бұл екінші жолы жаңағы спорт бастай алмай жатқан жастарға ертеңнен бастаңыздар, аз мөлшерде, бірақ күніге тұрақты. Және үшінші жолы, бұл спорт дегенді кәдімгідей әдетке айналдырып алыңыз. Өйткені мамандардың айтуынша адамның өмірі әдеттен тұрады дейді. Яғни әдеттермен біз өміріміз жалғасып жатады екен. Сол әдетіңізді кіргізіңіз. Яғни міндетті түрде спорт сіздің әдетіңізге айналу керек. Ол спортқа қазір уақыт бөліп, сіз әдетіңізге айналдырып, кішкене нәпсіңізбен күресіп, басында ол қаламайды, жасағыңыз келмейді, бірақ жасап соны үйретпесеңіз, біліңіз, дәл сол уақыт есесіне жаман әдет келіп жатады орнына. Жаман әдет болуы мүмкін, ол мүмкін жаңағыдай бір нашақорлық, мүмкін жаңағыдай бір ешқандай пайдасыз бір кино көріп жата беру, білмеймін. Міндетті түрде бұл уақыт деген нәрсе біздің телефонымыздағы тариф единица жиналып тұра беретін нәрсе емес. Яғни телефонда сөйлессең единицадан кетеді, сөйлеспесең тұра береді ғой. Бірақ уақыт деген нәрсе ондай емес. Бұл уақытты жаңағыдай спорт секілді жақсы әдетпен өткізсеңіз, пайдасын көресіз. Немесе бұл сізге қарсы жұмыс жасайтын уақыт кетіп қалады. Яғни дәл сол уақыт басқа жаққа жұмсалады онда, міндетті түрде. Яғни ешкімде сол 24 сағаттың ішінде жиналып тұрмайды. Бұл уақыт не пайдаға шешіліп жатыр, немесе зиянына кетіп жатыр. Екеуін бір рет болады деп айтқанда мамандар. Сол себепті сол әдеттерден тұратын болса, егер өміріміз, демек ол ішінде міндетті түрде спортпен айналысу болу керек, міндетті түрде. Және одан кейінгі жолы спортпен айналысу деген нәрсе, сіз былайшқан кезде әке, ер азамат, әке болғаннан кейін артындағы келе жатқан ұрпақ балаларыңызды ойлаңыз. Өйткені қазақта жалпы балаға тәрбие деген нәрсені қолданбаған. Кейде естіп жатамыз, балаға тәрбие беру керек, тәрбие туралы осындай айтылу керек деген секілді. Жоқ, біздің қазақ атамыз балаға көрсетуді қолданған. Яғни әке көрген ұл бала оқ жонады. Ана көрген қыз бала том пішеді дейді. Қыз бала ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі дейді қазақ. Немесе жеміс ағаш секілді дейді, алма жеміс ағаш жерге түскен кезде ұзаққа түспейді дейді. Сонда әке үлгілі спортпен айналыссаңыз, балаңыз ертең сіздің дәл сол жолыңызбен жүретін болады. Яғни балаңыздың да болашақта салауатты өмірді ұстанатын, дені сау, санасы бүтін, ел сыйлайтын, елдің елеулі, халықтың қалаулы болғанын бәріміз қалаймыз ғой әрине. Демек, балаға айтпау керек еш нәрсені, әке өзі орындау керек. Ол бала әкенің жаңағыдай намаз оқып тұрғанын көру керек, әкенің атқа мінгенін көру керек, және әкенің спортпен айналысатқанын көру керек ол бала. Ал әке спортпен айналыспай темекі тартып тұрса, ішімдік ішіп тұрған бала көрсе, онда ол әкенің балаға болашақта темекі тартпай деп айтуға хақысы жоқ. Өйткені Алла Құранда айтқан, яғни өздерің істемейтін амалды өзгеге не үшін айтасыңдар дейді. Міне сол себепті демек бұл спорт жаңа айтқандай біздің отбасымыздың тұрақты болуына да бір ықпалын жасайды. Дені сау әке ол балалар үшін тұлға болып қалыптаса бастайды. Және ол баланың ойында мен әкем секілді болам, мен әкем ең күшті адам, мен әкем сондай деп, бала сізге елікте өскені ол өте жақсы. Неге? Өйткені балаңызға сізден басқа ешқандай жанашыр адам жоқ бұл өмірде. Ең үлкен жанашыр ол әке баласына.
бірақ сондай екен, оны ісіңізбен де осы спорт арқылы көрсететін болсаңыз, балаңызды болашақта дәл сол сіздің салып кеткен жолыңызбен жүреді, онда дені сау, санасы бүтін, осылай ол өзінің баласына көрсетеді, осылай. Сонда қарайтын болса, демек бұл спорт деген нәрсе, бұл жалпы адам баласына қажетті дүние болғандықтан осылай қойылынған. Біздің дене бітімімізді қарайтын болсақ, жалпы адам екі нәрседен тұрады, жаннан тұрады, тәннен тұрады. Тәннің азығы ол тамақ, су, ұйықтау секілді, және бұл тәннің азығы бұл спорт деп айтқан. Яғни соны дене шынықтыру арқылы, мына денеміздегі әрбір осы ағзаларымыз жаттығу жасау арқылы біз адамдық өмірге келгендегі миссиямызды орындауға бізге мына көлік емін-еркін қозғалып жүріп тұру керек. Мысалы, мамандар айтады, 2-7 ешқандай қозғалмастан жатқан адам дейді, мына аяғы 5 жылға қартайып кетеді дейді. Яғни аяқты қартайтпаңыздар дейді. Бұл аяқ көп жүру керек екен. Ең негізгі мына сүйектің жуан, ең негізгі мына бұлшық еттер осы аяқта орныққан екен. Аяқ. Бұл аяқ жаңағыдай жаттығу жасап жүрмейтін болса, қозғалмайтын болса, жаңа айтқандай адамның қартайып кетеді деген. Ал аяғын қартайтпастан әрдайым қозғалыста ұстаған адамдар осы қартаю кезеңінде кішкене созуға болады деп осындай мамандар дабыл қағып жатыр. Сол себепті құрметті жастар, баршамыз осындай спорттың жаттығуларын жасап, кейінгі жастарға, балаларымызға өнегелі өмірімізді көрсетіп жүрді. Алла баршамызға нәсіп етсін.